Дәл осындай печеньені бірге дайындаймыз. Алдын ала жұмыртқаны сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Таза тұрған ыдысымызға електен өткізіп ұн саламыз. Қопсытқыш қант ұнтағын салып араластырамыз. Үстіне үй температурасында тұрған сары майды салып кружка дайындап аламыз. Қаймақ және жұмыртқаның сарысын салып қамыр илеп аламыз. Қамырымызды дәл осындай бөліктерге бөліп қоямыз. Енді ақ уызымызды жақсылап дәл осылай көпіргенше араластырамыз. Үстінен қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды жайып, ақ уызымызды салып, үстінен осындай кішкене жаңғақты салып, қамырымызды дәл осы видеодағындай түйіп аласыздар. Печеньеларды бүгіп шығамыз, пергамент қағазының үстіне орналастырып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Суығаннан кейін қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде инста парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.